Қазақстандағы 100 жаңа есім, яғни қазақтың мәдениеті мен әдебиетіне үлес қосқан мұндай тұлғаларды шетелдерге де кеңінен таныту керек. Қазақстан президентінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласын талқылаған Мәскеу қаласындағы жиында осындай пікір айтылды. Басқосуға ресейлік ғалымдар, қазақстандық және шетелдік студенттер мен Ресей астанасында тұрып жатқан қазақ зиялылар қатысты. Олар президент мақаласында айтылған туған жер, 100 жаңа оқулық бағдарламалары мен латын әліпбиіне көшу мәселелерінің ерекше маңызды екеніне тоқталып, өз ойларын ортаға салды. Жас ғалымдар өз зерттеулерінде қазақстандық тақырыптарын көп көтеру керек. Сонда бүкіл әлем бұл зерттеулерді таниды. Бұл туралы елбасымыздың мақалада айтылған, және сол жері маған өте ұнайды. Это ответ на один из последних вызовов, который... Президент мақаласы азаматтық қоғамның бөлінуіне байланысты туындап отырған қазіргі заманғы қауіп-қатерге жауап береді деп ойлаймын. Біз қазір мұндай проблеманы ақш, Франция және басқа да Еуропа елдерінен көріп отырмыз. Жалпы азаматтық қоғамның бірлігін сақтау ісі ұлттық мәдени құндылықтарға негізделеді. Ал оны дер кезінде түсінбеген мемлекеттер түрлі қиындықтарға кездеседі. Президент Нұрсұлтан Назарбаев бұл туралы үнемі айтып келеді. Сондықтан ұлттық өзегіңді сақтай отыра, заман талабына сай кейбір мәселелерде рухани жаңғырудың маңызы зор.